Сәлем баршаларыңызға. Үй жағдайында дайындалатын өте дәмді, тіл үйретін осындай бургердің рецептімен сіздермен бөлісетін боламын. Ол үшін маған керегі 200 грамм фаршқа 2 дана жуамды блендердан өткізіп үстіп саламын. Блендер болмаса өздеріңіз ұсақтауларыңызға болады. Дәміне қарай тұз себемін, жақсылап араластырып, бұрышымды сеуіп, және де 1 дана жұмыртқамды салып араластырып аламын. Жақсылап тұрып араластырамын. Араласып болғаннан кейін нанның ортасын үгітіп, осылай салып тағы да араластырып аламын. Араластырып болғаннан кейін оның котлеттерінің формаларын келтіріп, бір-біріне үстіп соғып, дайындап аламын. Дайын болған котлеттерімді табаға майды құйып, астын баяу қосып, осылай екі жағын қуырып аламын. Астын баяу қосқан жөн болады, себебі ол күйіп кетуі де мүмкін, ортасы піспей қалады. Сол себептен баяу қылып пісірсеңіздер жөн болады. Піскендерін тексересіздер. Сосын мен осындай дайын нанды сатып алдым. Екеуін осылай бөліп, осындай кебу табаға екі жағын пісіріп аламын. Дайын болған нандарымды алып қоямын. Содан кейін менде майонез, кетчуп араласқан осындай нені дайындап қойдым. Начинкасын өздеріңіз білесіздер, сметана қойсаңыздар болады, және де листья салатов, соларды салсаңыздар болады. Мен қияр, помидор, жаңағы піскен котлетімізді, сосын мен сэндвичтің дайын сырын алып, соны қойдым. Және де үстіп бетін жауып, шпажкамен үстіп қыстырып қойдым. Міне, бургерім дайын болды. Ас болсын.